Біз отбасымызбен, яғни әкем, анам және мен бір үлкен екі қабатты үйге көшіп келген едік. Осы кезде анам мен әкем жұмыс істейтін еді, ал мен сабаққа кеткен едім. Сабақтан қайтып бара жатып, алыстан үйімнің жарығы сөніп тұрғанын байқадым. Ал енді жақындап барып, есікті ашып қалдым. Сол кезде екінші қабаттан біреудің даусы шыға бастады. Мен анам шығар деп былай дедім. Ана, бұл сіз бе? Дедім. Сол кезде анам маған, «Иә, бұл мен балам» деді. Сол кезде мен жүрегім кішкене басыла кетті. Қорқаным басылған соң мен анама қарай баруды шештім де, екінші қабатқа баспалдақ арқылы көтерілдім. Көтеріліп болған соң, тағы да анам қай жақта екенін білу үшін мен тағы да айттым. «Ана, сіз қайдасыз?» дедім. Сол кезде оның даусы тура жердегі бөлмеден шығып жатты. Сол кезде мен сол бөлмеге қарай кетіп бара жаттым. Есіктің тұтқасына келіп, оны ұстап қалған кезде есіктен біреу кірген болды. Сол кезде есіктен анам кірген екен. «Балам, сен қайдасың, үйдесің бе?» деді. Ал мен болсам қатты қорқып кеттім. «Анам жаңағы бөлмеде еді ғой, ол есіктен қалай кірді?» дедім. Ал есіктен кірген анам шынымен де менің анам екен. Ал жаңағы бөлмедегі ол кім екенін білмеймін. Осыдан бері 22 жыл өтті. Ал мен осы жайтты әлі де есімде. Осы жайтты ешқашанда ұмытпайтын шығармын.